Сәлем достар, мен Алибек, бұл Техноказ арнасы. Бүгіннен бастап бізде жаңа айдар, Инфоказ айдары. Бұл айдарда біз гаджеттерге қатысы бар мәліметтерді беретін боламыз. Ендеше кеттік. Видеоның атауынан біліп тұрғандарыңыздай, бүгінгі шығарылым операционный системалар жайлы болады. Кез келген адам смартфон немесе планшет алмастан бұрын өзінің белгілі бір техникалық параметрлеріне қарайды, камерасының мүмкіндігіне, аккумуляторына, процессорының күштілігіне, дисплейге, тағы басқа аспекттерге қарайды. Бірақ ең бірінші кезекте біздің қандай операционный системада смартфон алуымызды шешіп алуымыз керек. Белгілі бір смартфон таңдалып делік. Енді біздің ойдағыдай жұмысты орындай ала ма? Біздің тапсырмаларды кіргізіп, конкретно істей ала ма, соған да көңіл бөлуіміз керек. Дәл қазір 2020 жылда смартфондарға және планшеттерге арналған 3 операционный система бар. Олар Apple'дың iOS, Microsoft'тың Windows және барлығына ашық және белгілі Android операционный системалары. Жалпы Android операционный системасы бүкіл смартфондардың 62%-ында орнатылған. 33% Apple'дың iOS продукттары, қалған 5% болса Windows Phone және де басқа майда системалар кіргізілген. Бірақ Windows Phone операционный системасы онша танымал болмағандықтан, бүгін iOS және Android операционный системаларын салыстыратын боламыз. Қарай отырыңыз. Жоғарыда айтып кеткенімдей, Android системасы сатылымның лидері. Бірақ оған қарамастан, Apple'дың iOS операционный системасы соңғы жылдары өте үлкен өсім көрсетті. Енді екі операционный системаны жеке-жеке түсіндіріп, қайсысы тұтынушы үшін ыңғайлы және жақсырақ екенін анықтайтын боламыз. iOS. Apple'дың продукттары өз алдына жабық экосистема. Яғни бір компания бір уақыттың өзінде смартфон және планшет жаратып, және оларға арналған программамен қамтамасыз етеді. Яғни операционный системада шығарады. Соның арқасында Apple-скелер өзінің техникаларында жоғары сапа мен сенімділік бере алады. Әрине бұлар оның бағасына да әсер етеді. Ең соңғы шыққан iPhone 11 Pro Max-ті алып қарасақ, оның бағасы 540 мың теңгеден бастау алады. Операционный системаның артықшылықтары: бірінші, программалық оболочканың қарапайым және ойластырылған интерфейсі. Яғни қарапайым дегеніміз барлығына түсінікті, кішкентай бала болсын, ересек адам болсын, бір көргеннен түсіне алады. Яғни Apple компания бұл жағынан барлығын ойластырып, түсінікті етіп қойған. Екінші, заманауи дизайн. Яғни Apple'дың iOS операционный системасы басқа да Android, Windows Phone, iOS сияқты басқа да операционный системалар жағынан әдемілік, заманауилық жағынан мүлдем қалмайды. Үшінші, профессионалды приложениелер үшін қоршалған орта. Ол қоршалған орта бізге копияланған немесе оригинал емес приложениелерден сақтайды. Төртінші, вирустың болмауы. Яғни iOS жабық экосистема болғандықтан, оған басқа жақтардан вирус кіре алмайды. Бесінші артықшылығы үздіксіз обновлениелер. Apple компаниясы телефонды шығарғаннан кейін 5 жылға дейін обновлениелермен қамтамасыз етіп отырады. Ал кемшіліктеріне келсек, бірінші, қымбат баға. Әрине, Apple компаниясы тұтынушыға сапалы әрі сенімді продукт беріп жатқандықтан, оған үлкен және қымбат баға қояды. App Store'да Play Market'ке қарағанда приложениелердің аз болуы. Әрине, бұл кемшілік, бірақ бір жағынан қарасақ, бұл Play Market'тегі өтірік копия оригинал емес приложениелерден қорғайды. Үшінші кемшілігі, персональный компьютерлермен файл алмасу жағы қиындығы, яғни синхронизация жағы. Егер қолыңызда iPhone немесе iPad болса, ішіндегі файл, фото, видео болсын, сіз Windows компьютеріне барлық нәрселерді тастай аласыз. Бірақ керісінше қарасақ, Windows компьютерден Apple компаниясының құрылғыларына өткізу жағы мүмкіндік бермейді. Төртінші кемшілігі, устройстволардың аз түрі.
Яғни Apple компаниясы белгілі бір телефон шығарғаннан кейін ол сатылымда 4 жылға дейін тұрады. Яғни сізде 4 телефонның арасынан таңдау керек дегені. Сатып алушы iOS смартфонын сатып алғаннан кейін оны заманауилықты қуған гаджет болмағанымен жоғары бағаның керемет сапамен ақталғанына көзі жетеді. Ал енді Android. Android платформасының танымалдылығы сонша, смартфон және планшеттердің 3/2-сі осы платформада шығарылып жатыр. Және де тек қана смартфон, планшет емес, сағат, велосипедтер және автомобильдерге дейін осы платформа орнатылып жатыр. Бірден артықшылықтарынан бастасақ, бірінші ашық экосистема. Яғни кез келген программист өзі белгілі бір приложение немесе программа ойлап тауып, ашық Google Play Marketке жүктей алады. Осыған орай екінші артықшылығы 3,5 миллионнан астам приложение немесе программалар тегін және ақылы жүктеп алуға болады. Үшінші артықшылығы бір ғана Google аккаунт, соған байланысы бар басқа да бірнеше программалармен бір уақыттың өзінде қиындықсыз қосылуға мүмкіндік бере алады. Төртінші артықшылығы өзге смартфондармен түк қиындықсыз синхронизация бола алады. Бесінші қолайлы басқару. Алтыншы артықшылығы таңдауға смартфондарының көптігі, яғни Android платформасында көптеген өндірушілер өзінің телефондарын шығарады. Сондықтан да қандай сегмент болмасын, қандай баға болмасын, оған таңдап тұрып телефон алуға болады. Ал енді кемшіліктері. Бірінші, вирустық атакаларға шыдам бере алмауы. Ол ашық экосистема болғандықтан өндірушілер, өте көп өндірушілер өзінің телефонын осы платформада шығарғандықтан жан-жақтан вирустар атака қылады. Яғни оның алдын алу мүмкін емес. Екінші кемшілігі аккумуляторға деген жоғары қысым. Кемшіліктің үшіншісі тегін приложениелердің ішінде сапасыздарының өте көп болуы. Төртінші кемшілігі керексіз және түсініксіз настройкалардың көп болып, адамды шатастырып қоюы. Android смартфон немесе планшет бір уақыттың өзінде енді ұстап бастаған адам үшін және бұрыннан тәжірибесі бар ересек адамдарға да бір уақыттың өзінде ұнауы мүмкін. Қорыта келе, біз бүгін екі танымал OS-ті салыстырдық. Смартфонды таңдаған кезінде сіз ең маңызды өзіңіздің сұраныстарыңызға қарай артықшылық және кемшілік жақтарына және ең маңызды OS-ті қарастырыңыз. Және де сатып алайын деп жатқан смартфоныңыздың немесе басқа да гаджетіңіздің техникалық характеристикаларына қараңыз және соларға қарап өзіңізге ең тиімді болған смартфонды немесе планшетті сатып алыңыз. Егер жаңа айдарымыз ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнаға тіркеліп, келесі шығарылымды жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше қош, сау.